Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті де қадірлі саятшы қауым. Бүгінгі күні біздің ауылымызда, біздің аймағымызда үлкен бүркітшілер сайысы өтіп жатыр. Осындай ұлтымыздың салт дәстүрін дамытуға үлес қосқан барша бүркітшілерге, осында келген барша бүркітшілерге рахметімізді айтамыз. Және ауданымыздың, осы ауылымыздың бүркітшісі Бағашар аға, бұл кісі де бүркіт баптау жөнінде өзінің бір жақсы лебізін айтып беріңіз. Ассаламағалейкум. Жалпы көпшілік қауым, бүгін мына егемендігіміздің 25 жылдығының қарсы алып, бүтін қазағымыздың қазақ болғанына қуанып, міне қазақтың бұрынғы салтын, ұрт ұрпағын кейінгі ұрпақтарға қалдырайық деп, соған мінекей таза қазақ болғандықтан бүгін міне бүркітшілер жарысын өткізгелі жатырмыз. Бұл жарыс қазақ баласының ең бірінші саятшылық бұрынғы ата кәсібі деп атауға болады. Сондықтан бүгін міне мына ұрпақтарымыздан бізден кейінгі ұрпаққа қалсын, ол ұрпақтан онан төменгі ұрпаққа қазақ, міне қазақ егемендік алып, өз таза қазақтың жолын қуғанымызға міне 25 жыл болды міне қазақ екенімізді түсінгенімізге. Сондықтан міне бүгін жалпы жастарымыз болып қазақтың мынандай дәстүрлерін мына кейінгі ұрпақтарға қалсын деп бүркіт жарысын өткізгелі отырмыз. Рахмет.